Құрметті оқырмандар, биыл қазақ халқының көрнекті тұлғаларының бірі, есімі аңызға айналған Шоқан Уәлихановтың туғанына 185 жыл. Шоқан ғалым, ағартушы, филолог, әдебиетші, тарихшы, шығыстанушы, зерттеуші, географ, этнограф, саяхатшы. Аты аңызға айналған тұлғаның бойына бірден бірнеше қабілет дарыған. Қысқа, бірақ мәнді ғұмырында ол 6 зерттеу томын жазып қалдырды. Бұған қоса өзі салған графикалық суреттерді басып шығарды. Шығыс және орыс, батыс, Еуропа әдебиетін терең меңгере отырып, бірқатар ғылыми еңбектер шығарып, көшпелі халықтардың өмірі мен мәдениетін зерттеді. Туған жеріне деген сүйіспеншілік халықпен терең байланысты. Шоқан Уәлихановты болашақты сол кезден болжауына мүмкіндік берді. Ал оның ғылыми және этнографиядағы, әдебиет пен тарихтағы жан-жақты қызметі мен тек ұлы дала кеңесінде ғана емес, одан тыс жерлерде мәңгі мойындалып, құрметке ие болып келеді.